Жақында Алматы қаласы Медеу ауданы номер 163 мектеп лицейінде бір тұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде заманауи мектеп оқушыларының ұлттық құндылықтарын дамыту тенденциялары атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Ғылыми конференция ұлттық құндылықтары тәрбиенің алтын арқауы, оқу тәрбие үрдісіндегі білім берудің әртүрлі әдіс тәсілдерін қолдану, білім сапасына енген өзгерістер, оқушының тұлғасын дамытудағы сынып жетекшісінің іс-әрекеті тақырыбы аясында өрбіді. Конференцияны номер 163 мектеп лицейінің директоры Абдикашева Индира Сатыбалдиева ашып, отырған жиын жұмысына сәттілік тіледі. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Құмарбекова Гүлжан Құмарбековна ұлттық құндылықтар заманауи білім негізі тақырыбында сөз сөйлеп, мектептегі атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры Саудабаева Гүлмира Саудшанова ұлт құндылықтарына байланысты баяндамасын оқыды. Медеу ауданы білім бөлімінің басшысы Сапарова Ағайша Амирова сөз сөйледі. Республикалық ғылыми конференция аясында практикалық шеңбер сабақтары, ұлттық құндылық, ел қазынасы квесті, үйдегі көне сурет тарихы атты ұлттық құндылықтарға негізделген арнайы іс-шаралар ұйымдастырылды. Конференция соңында қатысушыларға сертификаттар табысталып, келген қонақтарға Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенттері мен мектеп оқушылары өз өнерлерін көрсетті. Алматы қаласы арнайы білім айнасы үшін